بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Бүгінгі тақырып баланың сана тұрғысынан, ішкі дүниелік тұрғысынан оны тәрбиелеу. Сана, ой тұрғысынан баланың дұрысталуын, баланың ішкі дүниелік тәрбиесі дейміз. Балалар бір қағаз тәріздес, әке-шешесі оған не көрсетсе, соның бәрін баланың санасына қалыптаса береді. Әке-шешесі оған не көрсетсе, соның бәрі баланың санасына қалыптаса береді. Таң қаларлық бір нәрсе, сөйлей алмайтын, сүт еметін, жүре алмайтын бала. Егер сіз оны жымиып шақыратын болсаңыз, оны да түсінеді. Оған тәтті көрсетіп, қуандырып шақырсаңыз, оны да түсініп тұрады. Сол кішкентай бір нәрестенің табиғаты, шақырушы адам жақсы көріп шақырып жатқанын да, ашумен шақырып жатқанын да түсініп тұрады. Біз көп куә болып жатамыз. Кішкентай сүт емізілу баланың өзі де ашумен шақырсаң жылап бастайды. Күліп шақырсаң күліп бастайды. Аллах тағала оның табиғатына осы нәрсенің түсінігін салып қойған. Маған сөйлеуші адам ашумен сөйлеп жатыр ма, жоқ жақсы көріп сөйлеп жатыр ма деген нәрсені түсініп тұрады. Сондықтан, құрметті ағайын, баланың санасын тәрбиелеу үшін ең бірінші ереже бұл баланы жақсы сөз және жақсы әдіспен шақыру екен. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баланы оның жүрегін баурып алатындай жақсы сөздермен шақырушы еді. Анас радиаллаху анхудың бір бауыры бар еді, кішкентай бала еді, және оның бір құсы болған екен. Үйде өзі қапастың ішінде ұстайтын, бағатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соған келген кезде «Я Аба Умайр, ма фа'алан нуғайр» деп айтатын. Өйткені баланың аты Умайр еді. Бірақ пайғамбарымыз оны шақырған кезде Абу Умайр деп шақырушы еді. Неге? Бұдан балада мені арнайы сөзбен шақырып жатыр деген ой туындайды. Өзінің маңызды бір тұлға екендігін сезеді және көңіл аударып тыңдайды. Сондықтан кіші баламен жақсы көріп сөйлессе, бала соныкі болып кете береді. Бірде Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума пайғамбарымыздың алдында еді. Сонда пайғамбарымыз «Я бана амми» деп шақырды. «Ей, бауырымның баласы» деп. «Я бана ахи» деп шақырды, яғни «Ей, бауырымның баласы» деп. Бұл Арафатта хаджатул вада күні еді. Бұл күн жайлы пайғамбарымыз кім бұл күнде көз, құлақ және тіліне ие болса, Алла оның күнәларын кешіреді деді. Анас радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қызметін жасап жүрген кішкентай бала еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көбіне оны «Әй, балақайым» деп шақырушы еді. Атын айтып шақыру да жақсы, бірақ егер бауырымның баласы, балам, балақайым десе, балада одан жақындық сезімі арта түседі екен. Сондықтан Лұқман Хаким өз баласына өсиет айтқан кезде Құран кәрімде бар «Я bunayya» деп айтты, «Әй, менің балам» деп. Бұл адамды өзіне қаратып алатын сөздер. Қарасаңыз, айырмашылығы аз ғана, бірақ жақындататын сөзді қолданатын болсақ, баланың жүрегі жақындай түседі. Бірінші баланың жүрегін алсаңыз, одан кейін оған не айтсаңыз да, ол бала оны орындауға дайын болып тұрады екен. Бірде сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Анас радиаллаху анхуға «Ей балам, егер сен таң және кешіңді ешкімге кек сақтамай, реніш сақтамай өткізетін болсаң, онда солай жаса, солай істей алсаң. Бұл менің сүннетім, және кім менің сүннетіме амал етсе, ол жәннатта менімен бірге болады» деді. Кейде сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзіне қарату үшін баланы
күлдіретін, бірақ ақиқат болған, рас болған бір нәрсені айтып күлдіруші еді. Бірде ол кісі Анас радиаллаху анхуды «Ей, екі құлақты адам» деп шақырды. «Я зәл үзунайын» деп. Бұлай қарасаңыз, екі құлақ әр адамда бар, бірақ осылай шақырғанда баланың көңілі көтеріліп қалады екен. Кейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамның атын өзгертіп те қоюшы еді, оған ұнайтын, еркелейтін бір сөзбен. Умму Салама радиаллаху анханың Зайнаб деген қызын пайғамбарымыз шақырған кезде Зуайнаб деп шақырушы еді, еркелетіп. Осылайша баланың атын өзгертіп, оны жақындататын атпен шақыратын болсаңыз, ол бала жақындайды екен. Және көңілін қойып, сіздің сөзіңізді тыңдайды. Жақын деп білетін болса, ол насихатты да қабыл алады. Сондықтан ата-ана әрқашан баласын жақсы сөзбен шақыру керек. Үлкен адамдар да бір-бірін шақырғанда қатаң сөз қолданса, қаншалықты жаман тиеді адамның жүрегіне. Маған ешқандай сый көрсетпеді деп, құрмет көрсетпеді деп ренжіп жатамыз. Ендеше үлкен қалаған нәрсені кішілер де қалайды екен. Сондықтан кішілерді осындай жұмсақ сөздермен еркелетіп шақыратын болсақ, ол сіздің айтқаныңызды тыңдайды. Мұғира ибн Шуба радиаллаху анху кішкентай бір бала еді. Ол айтады: «Сүйікті пайғамбарымыздан Дәджалға қатысты менен көп ешкім сұрамаған. Кездескен сайын мен одан сұрап тұрушы едім. Бір күні ол кісі мені көріп: «Ей балам, сен оны қайтесің?» деді сұрай беріп. «Ол саған ешқандай зиян тигізе алмайды» деді. Енді осы жерде бір мәселе шығады. Адам тек өзінің туған баласын емес, сол жердің адамдары әдетте басқа біреудің баласында балам деп айтатын болса, онда солай айтуға болады екен. Осылай айтатын болсаңыз, баланың көңілі сізге ауады екен. Енді бұл бірінші ереже еді. Екінші ереже баланы қуантыру. Ол қуанатын бір іс істеу. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бала көрсе өзіне шақыратын. Хадисте айтылуынша, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам немересі Хасан радиаллаху анхуды ойнап жатқанын алыстан көрді де, отыра қалып, қолын жайып, оны өзіне шақырды. Осылай істейтін болсаңыз, бала сізді көріп, шақырып жатыр деп сезінеді және сізге жүгіреді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Хасан радиаллаху анху жүгіріп келді де құшақтап алдына отырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны сүйіп қойды. Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баланы қарсы алушы еді. Сондықтан бала мектептен келген кезде анасы қаншалықты маңызды іспен айналысып жатса да, баласын қуанып қарсы алсын, оған қош келдің деп жақсы сөз айтсын және махаббатпен қарасын. Балаға махаббатпен қарағанда ол өзін бір қорғанышта сезеді, көлеңке сезеді өзінің үстінде тұрған. Менің қорғаушым бар деп, мен біреудікімін деп біледі екен. Осы жақындық сезім баланың жеке тұлғалығын, яғни оның личность деп айтады ғой, көркейте түседі екен. Егер бір балаға бұл махаббат берілмесе, онда бала өзін ешкімге қажетсіз, керек емеспін мен ешкімге деп біледі екен. Сондықтан көп үйлерде байқаймыз, балалар үндемейді. Орысша айтқанда замкнутый болады. Түрі суық болып көрінеді. Басқаны көріп қорқып тұрады, қашады, сөйлеспейді. Бұл барлық белгілер баланың тәрбиесінің дұрыс еместігін айтып тұрады екен. Сондықтан ата-ана баланы көріп қуанышын білдіру керек. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанында егер бала бар болса, пайғамбарымыз міндетті түрде оны сүйіп қоюшы екен. Сүюден екінші адамның жүрегінде жақындық сезімі оянады. Бір сүюмен баланың жүрегі ауланып қалады. Кейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маңдайынан, кейде бетінен сүйуші еді. Және кейде баламен қалжыңдасатын және баланың басын мейірімін төгіп сипап қоятын қолымен. Бұл да бір қызық нығмет. Егер баланың басын біреу сипаса, ол менің бір қорғаушым бар екен ғой деп сезеді екен. Өзін жалғыз сезбейді екен. Сондықтан бала мектеп медреседен келгенде ата-анасы сүйіп басын сипап қойғаны дұрыс болады екен. Және кей кезде сүйікті пайғамбарымыз баланы алдына құшағына отырғызып алдына алып алатын. Қараңыз, ол кісі баланы бауру үшін қандай тәлімдер берген. Әйтпесе, көбіне қарапайым адамдарда кім құлшылыққа көбірек талпынатын болса, Алладан көбірек қорқып, тақуа болса, әдетте ол адамдармен
жақындық сезбейді, бөлініп жалғыз көбірек құлшылық қылуды қалап тұрады. Бірақ сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға құрбан болып кетейік, жүрегінде соншама Алладан қорқыныш болса да, соншама тақуа болса да, баламен мәмілесін қарап, дүниедегі ең нәпсі құмар адам осы ма екен деп ойлап қалатындай. Егер бала үлкендеу болса, жанына отырғызып тамақ беруші еді. Егер дастарханда жеміс болса, пайғамбарымыз дұғасын оқып, ең жасы кіші кім болса, соған бірінші болып жеміс беруші екен. Осылай жасайтын болса, бала қуанып қалады. Үшінші ереже, баланың қалауын орындау. Көптеген істерді сіз орындай алатын болып тұрасыз, бірақ мән бермегендіктен орындамай жатасыз. Бірде сүйікті пайғамбарымыз Усман ибн Маз'унды көріп, ол өзінің баласын еркелетіп жатқан еді. Ол кісі, сен балаңды жақсы көресің бе деп сұрағанда, Усман, иә, Алланың елшісі, өте жақсы көремін деп жауап берді. Сонда пайғамбарымыз, сол махаббатыңды тағы да арттырайын ба деп сұрады. Сонда Усман, иә, әрине, Расулалла, айта қойыңыз дегенде, пайғамбарымыз, кім баласын қуандырса, Алла оның әкесін, яғни сол адамның өзін қуандырып қояды деді. Қандай керемет нығмет. Баланы еркелеп қуандырса, Алла ол адамнан қуанып тұрады екен. Осыдан маңыздылықты түсіне беріңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірінші сұрап жатыр, оны жақсы көресің ба деп. Иә дегенде, оны арттырайын ба деп сұрады. Ол тағы да иә дегенде, пайғамбарымыз кімде-кім баласын қуандырса, Алла ол адамнан қуанады деп жауап қатып жатыр. Тағы да бір хадисте сүйікті пайғамбарымыз рихул валади мин рихил жанна деді. Қашан әкесі баласын сүйіп, оның денесіндегі қош иісін сезінсе, бұл жәннаттың қош иісінен деді. Исламдың әсемдігіне құрбан болайық. Бүкіл әлемде ата-ана баласын сүйіп жатады, бірақ ол табиғи махаббат екен. Шариғат сол табиғи заңдылыққа ерекше бір бояу беріп, құлшылық қылып қойды. Сен балаңды сүйіп жатып, оның иісін сезінсең, сен үшін бұл жәннаттың қош иісі деп. Бір адам Муавия радиаллаху анхумен кездесуге келсе, ол кісі жерде жатып өзінің кішкентай қызын үстіне шығарып ойнап жатыр еді. Сонда жаңағы келген кісі таң қалып, әмирул муъминин бола тұра, патша бола тұра, осылай істей ме екен деп ойлап қалды. Сонда оны көріп Муавия радиаллаху анху, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқанын естіген едім, кімде бала бар болса, онымен бірге бала болып қалсын деп айтқан. Яғни баламен өзіңізді бала етіп ұстайтын болсаңыз, баланың жүрегі сізге ауып тұрады. Сондықтан баламен оны сүйіп сөйлессе, бұл Алланың алдында ғибадат болып саналады екен. Бүгінгі күнде біз осыны құлшылық санаймыз ба? Біз тек жайнамазда тұруды құлшылық санап қалғанбыз. Шариғатымыз кішкентай баламен сөйлесу, отыру, ойнау да ғибадат деп айтып жатыр. Сондықтан көп көріп жатамыз. Аналар баласымен тығылыспа ойындарын ойнап, бала тығылса анасы, анасы тығылса баласы іздеп жатады. Анасының осылай баламен ойнауы нәпіл құлшылық сияқты сауапты іс екен ағайын. Бір хадисте Хасан радиаллаху анху сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп, құшағына отырып алды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны көріп, тілін созды. Ал Хасан радиаллаху анху немересі пайғамбарымыздың тілін қолымен ұстап ойнай бастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хасан қуансын деп ұзақ уақыт тілін шығарып отырған екен. Соңында, я Алла, мен Хасанды жақсы көремін, сен де оны жақсы көр, және кім Хасанды жақсы көрсе, сен ол адамды да жақсы көр деп дұға етті. Сондықтан олардың қалауын орындау деген, олар ойнағысы келсе бірге ойнау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тілін шығарып ойнағандай, немесе басқалай баламен ойнап оны қуандыру. Егер бір басқа қарапайым әке болса, біз сияқты, онда ол өзін өте байсалды ұстап, серьезный болып, тілін ешқашанда шығармаушы еді. Баласы қаласа да оған ашумен қараушы еді. Бірақ сүйікті пайғамбарымызға құрбан болайық. Әлемдердің рахматы, әлемдерге жіберілген мейірім еді. Төртінші ереже, баланы мақтау. Дүниеде тек жамандықтары ғана болып, жақсылығы болмаған ешбір адам баласы жоқ екен. Әрбір адамда жақсы қасиеттер бар. Балада бір жақсы қасиет болса,
оны мақтап қою керек. Оны мақтасаң мәз болып қалады. Бұл істі әйелдер бұрыннан да біледі. Әйел кісі уайым қайғы кезінде күйеуінен бір-екі мақтау сөзі шығып қалса, өңірі жаңарып кеткендей болып қалады екен. Солып қалған көшет тіріліп кеткендей күйеуінің мақтауына тіріліп кетеді екен. Балалар да дәл сондай. Баланың жақсы қасиетін, ісін мақтасаңыз, оның зейінін, әке-шешесін тыңдап айтқанын, істегенін, әкесіне мойынсұнып бір нәрсе істесе, немесе істеме деген нәрсесін істемесе, онда оны мақтап қойыңыз. Осылай мақтау баланы одан да әрі мойынсынуға, айтқанды істеуге итермелейді екен. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума бірде түсінде тозақ жайлы көріп, түсін әпкесі Хафсаға айтып берді. Ал Хафса болса оны сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтып берді. Пайғамбарымыз оны естіп, Абдулла сондай жақсы адам, егер тахаджуд оқитын болса деді. Енді қараңыз, пайғамбарымыз сол балақайға тахаджуд оқуды үгіттейін деп ойлап жүрген еді. Өйткені балалық кезде адамды ұйқы қаттырақ қысады, және балаға тахаджудқа тұру, түн ортасында тахаджуд намазына тұру өте ауыр болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абдулланы тахаджудке үгіттегісі келіп ойлап жүрген еді. Бірақ қашан оған түс айтылғанда, сол сәттен жақсы пайдаланды да, бірінші мақтап барып, өзі айтқысы келетінін соңында айтты. Яғни тахаджуд оқуды айтты. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума айтады: осы сөзді естігеннен кейін мен сол күннен бастап еш қашанда тахаджуд намазын қалдырмадым дейді. Қараңыз, сөйлеудің әдісін қараңыз. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірімізді қандай жеңілдетіп қойды. Сүйікті пайғамбарымыздың өмірін оқып, амал ете беретін болсақ, өміріміз гүл болып қалады екен, құрметті жамағат. 5-ші ереже, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам балаларды өзара жарыстырушы еді. Жарысудан баланың ішіндегі жасырын қасиеттері оянады екен. Мысалы, Сахих Бухари хадистер жинағында бір сондай хадис бар. Бірде сүйікті пайғамбарымыздың алдында үлкендер мен бір Абдулла ибн Умар кішкентай бала да бар еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға бір сұрақ қойды. Далада өсетін қандай бір ағаш, ол мұсылман болып, жапырағы да ешқашан түспейді деді. Өзі мұсылман, және оның жапырағы да түспейді деді. Сонда барлығы ормандағы ағаштарды ойлап, ешбір жауап таба алмады. Біраздан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ол құрма ағашы еді ғой деп өзі жауабын берді. Сонда Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума айтады: пайғамбарымыз осы ағаш жайлы сұраған кезде, бұның жауабы құрма деген ой маған келді. Бірақ Абу Бакр, әкем Умар және басқа да үлкен сахабалар бола тұрып, оларға әдеп көрсетіп, мен үндемедім дейді. Қашан бәрі тарағанда, Абдулла әкесі Умарға: әке, пайғамбарымыз сұрақ қойғанда мен оның жауабын білдім, бірақ үлкендерге әдеп көрсетіп үндемедім деді. Сонда Умар радиаллаху анху: балам, егер сен жауап бергенде мен қатты қуаныш едім деді. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай сұрақ қойып, олардың ойлау қабілетін күшейтуші еді. Имам Ахмад ибн Хамбал Абдулла ибн Харис радиаллаху анхудан бір хадисті жеткізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көкесі Аббастың бірнеше баласы бар еді. Пайғамбарымыз оларды бір қатарға тұрғызып, балаларының аты Абдулла, Убайдулла, Қусам, Қасим, оларды тұрғызып, оларға алыстан бір жерге отырып, ал көрейік сендердің қайсың маған бірінші болып жетеді деп айтушы еді де, екі қолын жаюшы еді. Сөйтіп төртеуі де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жүгіріп келіп, біреуі пайғамбарымыздың алдынан құшақтап, біреуі артынан құшақтап, біреуі иығына мініп, біреуі оң жағынан, екіншісі сол жағынан келіп құшақтаушы еді. Сонда ол кісі олардың бетінен сүйіп қуанышын білдіруші еді. Осылай істеуден, яғни балаларды жарыстырудан, жүгіртіп болсын, басқалай болсын, балаларда жалғыз болып емес, қоғаммен араласу, бірігіп өмір сүру қасиеттері оянады екен. Енді ойлаңыз, осындай сүннетке қанша адам амал етіп жатыр? Егер амал етіп жатқандар болса да өте аз. Сондықтан сіздер үйде болғанда балаларыңызды өзіңізге көбірек тарта аласыз. Қашан бала сізді жақсы көріп тұрса, аузыңыздан бір сөз шықса, оны орындауға дереу дайын болып тұрады.
Алтыншы нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, салауаты мен сәлемі болсын, балаларды жақсы істерге сыйлықтар беріп, стимул беріп ынталандырушы еді. Біз өмірде көріп жатамыз, адамдар жануарларды қинап, әр түрлі істер істетіп жатады. Бірақ сол өзінің ісін істетіп, өзінің мақсатына жеткеннен кейін, өздерінің істерін бітіргеннен кейін, оларға артынан жем беріп, тамақ беріп, оларды ынталандырып, стимул беріп жатады. Біз бір елге барғанда серуендеп жүріп, бір оқиғаның куәсі болдық. Бір судағы дельфиннің үстінен ауада доп ілініп тұр еді. Инструктордың командасын көргенде жаңағы дельфин секіріп, допты аузымен ұрушы еді де инструктордың алдына келіп тұрушы еді. Оның қолында жейтін бір нәрсе бар еді. Соны аузына салып жіберді. Артынан сұрастырсақ, ол айтады: жануар қашан сіздің қалауыңызды орындаса, оған жеуге бір нәрсе беріп қойыңыз деп. Сонда ол сіздің айтқаныңызды орындай беретін болады. Кейін ол соған әдеттеніп алады да, сіз ишара етсеңіз, сол істі орындайтын болады. Жануар да адам түгіл, бір істі істеген соң стимул қалап тұрады екен. Тіпті үйдегі әйелдерімізді де көреміз. Бір жақсы нәрсе істесе, күйеуінің мақтағанын күтіп отырады. Күйеуі әйеліне стимул берсе, әйелінің жүрегінде күйеуіне деген құрмет арта түседі. Ата-анасы балаға осындай бір стимул берсе, сыйлықтар берсе, балаларда да ата-анасына деген құрмет көбейе түседі екен. Ендеше бала намаз оқса, мысалы, немесе басқа да бір амал, жақсы бір істесе, оған бір сыйлық беріп қойыңыз. Мейлі шоколад болсын, печенье болсын, мороженое болсын. Осылай істей берсеңіз, ол намазына да берік болып бастайды екен. Қандай да бір жағдайда шын, рас сөз айтса, шындықты айтса, оған да сыйлық беріп мақтап қойыңыз. Сіз бір жұмыс айтып, оны орындаса, оған да стимул беріңіз. Стимул жейтін нәрседе болуы мүмкін, ол мейлі кітапта болуы мүмкін. Не нәрсені көбірек ұнатса, соны беріңіз. Имам Ибн Абидин рахимахулла Ханафи мазхабының үлкен имам екендігін білеміз. Ол кісі айтады: менің әкем қай бір ісімнен қуанса, маған бір кітап сыйлыққа беруші еді деп. Сөйтіп мен үлкенген кезде менің үйім үлкен бір кітапханаға айналды дейді. Сол кітаптардың берекесімен Аллах тағала мені сол қаланың фақихы және үлкен ғалымы қылып қойды дейді. Сондықтан балаларды ынталандыру бұл өте маңызды нәрсе екен. Жетінші, балаға бір сөзді қайта-қайта айту. Балалардың жады, памяті өте қысқа болады екен. Айтқан сөзді тез ұмытып қалады. Әке-шеше бір рет айтылған сөз ұмытылмаса екен деп күтеп тұрады. Жоқ, егер бала ұмытып қалса, оған қайта-қайта ескерту керек. Бұл да осы баланың ұмытшақтығы да Алланың бір мейірімі. Баланың жадының қысқа болуы ол бір нығмет бір тұрғыдан. Анасы баласын ұрысса, ол жылап жатады. Бірнеше минут өтпей қарасаңыз, анасы шақырса, барып құшақтап жатады. Егер оның жады қысқа болмағанда және анасының ұрған-ұрысқанын есінде сақтап жүретін болғанда, анасының шақырғанына ешқашан келмеуші еді. Сондықтан бұл өте пайдалы. Жаңа ғана жылап тұрған бала қазір күліп жатады. Қазір сізден реніште болса, қашып жатады да біраздан соң жақсы көріп шақырып жатсаңыз, жүгіріп келе салады. Сондықтан қайта-қайта оған бір істі айтқан кезде, істеткіңіз келсе, оны бір рет қана айтпаңыз, қайта-қайта ескертіңіз. Сөйтіп, оның жадында қайта-қайта жаңаланса, ол бала оны істей алатын болады. Көбінесе өмірде анасы бір істі айтып, бала оны ұмытып қалып жатады да, анасы оны ұрсып жатады. Негізі бала айтқанын істегесі келмегеннен емес, ұмытып қалғандықтан істемеген еді. Сен менің айтқанымды неге істемесің деп ұрысса, балаға бұл жаман әсер қалдырады. Өйткені ол біле тұра әдейі бағынбай қойған жоқ, ол ұмытып қалды. Сондықтан сөзді қайта-қайта балаға қайталап айту керек екен. Есіне салу керек оған. Егер бір сұрақты қайта-қайта сұраса, оған сабырлықпен, спокойно жауап беру керек. Кейде көріп жатамыз, бала бір сұрақ қояды, анасы жауап берсе, бала қанағаттанбай тағы да сұрайды, кейін тағы да сұрайды. Осындай жағдайда кейбір аналар екінші сұрақтан кейін оны зекіп тастайды да, неге сұрай бересің деп ұрсып жатады. Осылай зекігеннен баланың ашылып жатқан санасы керісінше жабылып қалады екен. Сондықтан бала тәрбиесінде осы пунктті қатты
ескеру керек. Бір іс айтқанда қайта-қайта оның есіне салу керек. Егер қайта-қайта бір нәрсе сұраса, сабырлықпен жауап беру керек екен. Осы репетиция оның өмірінің бір бөлігі. Осылай істейтін болсаңыз, ашуыңыз да келмейді, балаға да ауыр тимейді. Сол себепті бала кішкентай кезінде оған еш нәрсе жазылмайды. Яғни ол марфуул қалам болып саналады. Оған күнә да жазылмайды, сауап та жазылмайды балиғатқа толғанша. Шариғатымыз да осыны ескерді. Ендеше шариғатымыз үйреткендей, оған бізде мәміле жасайық. 8-ші, біртіндеп және кезеңмен үйрету, істету. Мысалы, егер сіз балаңызға таң намазын оқытқыңыз келсе, бірінші уақыттан, бірінші реттен оған намаз оқы деп айтпаңыз. Бастапқы кезде намаз уақытында оянуды әдетіне айналдырыңыз. Ол оянуды үйреніп алса, намаз оқуды жеңіл болып қалады. Сондықтан кезеңмен қадам басыңыз. Қараңыз, Аллах тағала қаласа шарапты бір үкіммен-ақ харам етіп тастаушы еді. Бірақ Аллах тағала олай істемей біртіндеп тыйым салды. Бірінші ретте Аллах тағала аузу биллахи минаш шайтанир раджим «Ла тақрабус солата ва антум сукара» деді. Сіздер мас болған халде, мас болған күйде арақ ішіп алып намазға жақындамаңыздар деп. Көп адамдар осыдан-ақ ол істің жақсы емес екенін түсініп шарапты тастады. Ішетіндердің өзі де дұрыс емес екенін түсініп алды. Екінші кезеңде Аллах тағала исмухума акбару мин наф'ихима деді. Пайдасы аз, зияны көп екенін айтты. Осыдан тағы да шараптан алыстады адамдар. Үшінші кезеңде иннал хамра вал майсира вал азлам вал фулан деп риджисун мин амали шайтан фажтанибуху деді соңында. Яғни шарап ішу шайтанның ісі, оны тастаңдар деп бұйырды. Осыдан кейін имандылар үшін шарапты толық тастай салу жеңіл болып қалды. Балалар тәрбиесінде де осы ережені ескеріңіз. Егер балаға үйретейін деп жатқан нәрсеңізді қадам ба қадам, кезеңмен тізбектеп алып істететін болсаңыз, оған ол істі істеу оңай болып қалады екен. 9-шы, балаға әр істің пайдасы мен зиянын айту. Яғни егер мына істі істесең сыйлығы мынадай, істемесең жазасы мынадай деп үйрету. Аллах тағала да біз адамдар үшін Құран кәрімде осы әдісті қолданды. Егер мынадай ізгілік істейтін болсаң, менің әмірлерімді орындайтын болсаң, онда оның есесіне жәннат береміз деп сүйіншіледі. Ал егер маған мойынсынбасаң, менің әмірлерімді орындамасаң, тозақта мынандай азаптар бар деп қорқытты. Өйткені адам кейде пайданы айтудан, ал кейде бір нәрсенің зиянын айтудан әсерленеді. Бала тәрбиесінде де осы екі нәрсе керек. Егер оны тек жақсы көре берсеңіз, онда да бұзылады. Тек оны ұрса берсеңіз, зеки берсеңіз де бала бұзылып кетеді екен. Екі нәрсе де маңызды. Уақыт, жағдай және ортаға байланысты анасы баласына екі түрлі сөздермен сөзді түсіндіру керек. Сонда айтқанды орындау оған жеңілдей түседі екен. 10-шы, балада өзіне сенімді болуды ояту. Яғни орысша айтқанда проявить самоуверенность. Өзіне сенімді болу өте маңызды қасиет. Егер балада өзіне сенімділік, самоуверенность болмаса, ол балада белсенділік пайда болмайды екен. Яғни лидерство ол балада пайда болмайды. Ол бала ешқашан кәміл тұлға болып, бір жақсы адам болып өмір сүре алмайды. Сондықтан балаларда өзіне сенімділікті туғызу керек. Осыған қатысты хадистерде бар. Бірде Абдулла ибн Джафар радиаллаху анху базарда сауда саттық жасап жатыр еді. Сол кезде ол кішкентай бала еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оның сатып жатқанын көріп, қуанып, Алла сенің саудаңа береке берсін, ей Абдулла деді. Сөйтіп дұға берді оған. Осы дұғаны көріп, ол бала өзіне сенімі арта түсті. Өзіне деген сенімділік пайда болды. Мен бұл жұмысты жасай алады екенмін деген ой пайда болды. Сіздер де балаңыз істей алатын жұмысты айтыңыз, орындаса оны мақтап қойыңыз. Оны жеңген адамдай сезіндіріңіз. Оған жетістік сезімін сыйлаңыз. Балаңыз мақсатыма жеттім деп өзін сезсін. Мен көздегеніме жеттім деп ойлап қалсын. Жеңдім деген сезім өте қуанышты сезім. Ендеше балаға жеңіс сезімін сыйлау балада өзіне деген сенімділікті туғызады екен. Сондықтан ұсақ түйек ол істей алатын істерді айтыңыз оған. Сіз біліп тұрсыз, мына істі істей алатынын. Сөйтіп оны айтып, ол оны орындаған кезде, сіз оны мақтап қойыңыз. Ол өзін жеңдім деп сезсін. Сонда балада өзіне деген сенімділік, самоуверенность
арта түседі екен. 11-ші пункт. Және ең маңызды пункт, баланың дұрыс тәрбиесі үшін оған жақсы достар таңдап беру. Балалар ата-анасынан гөрі өзімен жасты балалардан көбірек үйренеді. Оны достықтың әсері деп айтады терминде. Достық әсері. Ата-анасына қарағанда адам достарынан тез үйреніп алады. Біз өмірде көріп жатамыз. Үйде көптеген үлкен кісілер отырса, бала бөлек өзімен өзі ойнап жатады да, сөйтіп үйге бір қонақ келіп қалса, баласын ертіп, үйдегі бала сол балаға қарай бұрылады. Сондықтан жастылар бір-біріне тартылып тұрады. Құрдастар бір-біріне тартылып тұрады. Бала басқа баладан көп нәрсені тез үйреніп алады екен. Сол себепті сіз балаңызды тәрбиесі, өзі жақсы балалармен қосыңыз, олармен достастырыңыз. Бұзықтармен емес. Бұзық балаларға қосылса, өте тез бұзылады. Өзіміз көріп жатамыз. Бір мезет жаңағы бұзықтармен бірге болғаннан ақ жаман нәрселер үйреніп алып жатады. Сол үшін сіз балаңызды қалай жыртқыш аңдардан қорғайтын болсаңыз, солай жаман достан да қорғаңыз. Көбінесе ата-ана осы нәрсеге көңіл бөлмей жатады. Баласы қай балалармен сөйлесіп, кімдермен араласып жатқанын, ойнап жатқанын қарамайды. Мысалы, біреулер баласын теледидардан сақтап жатса, ол теледидар көріп, әртүрлі бос істерді үйренбесін деп одан сақтап жатса, басқа баламен кезіккенде ол теледидарда көргеннің бәрін оған айтып беріп жатады. Сөйтіп, бірінші баланың іші күйіп, соған қызығып жатады. Және іштей, мені сондай керемет нәрседен тыйып жатыр екен ғой әке шешем, қинап жатыр екен ғой деп ойлап жатыр. Енді осында қалай істейміз деген сұрақ туындайды. Туыстарымыз да бар, олармен де араласу керек. Бір үйде баланы дұрыс тәрбие бергіміз кеп әрекет жасап жатамыз, ол басқаша балалармен араласып жатады. Онда осындай мәжбүр болған жағдайда, осындай мәжбүрлік туындап жатса, ол бала қонақтан келген кезде баламен сөйлесіңіз. Одан сұраңыз, балам, не сөйлестіңдер, ол қандай бала екен, не айтты саған деп. Сонда ол сізге бәрін айтып береді. Пәленше былай деп, ол мынандай сөздер айтты, мынандай нәрселер айтып берді деп. Сол кезде жақсы нәрселерді естісеңіз, құптап қойыңыз. Я балам, ол дұрыс айтыпты саған деп, ол дұрыс істеді деп. Ал егер жамандары болса, бұл дұрыс емес балам деп түсіндіріп қойыңыз. Осылай істеуден жақсылары оның санасында, жадында қалып қояды да, жаман нәрселері өшіп кетеді екен. Сондықтан бала мектептен келгенде ата-анасы оны құшақтап, жанына шақырып, сүйіп, басын сипап, сосын одан сұрасын дейді. Бүгін мектепте не үйрендің балам деп. Бала барлығын ашық айтып береді. Апай былай деп айтты, пәленше былай деді деп. Оның бәрін естіп болып, дұрысын дұрыс деп, қатесін мынау және мына істер дұрыс емес екен балам деп айту керек. Сонда бала дұрысын қабылдап, бұрысынан сақтанады екен. Сол үшін әсіресе бала үлкейіп қалғанда оның достары кім екеніне қарау керек. Егер жақсы оқитын, айтқанды істейтін жақсы балалармен достасатын болса, бұл да солар сияқты әрекет етіп, оқуға, жақсы бала болуға талпынып бастайды. Көбіне бала өзін қорғап жатады. Анашым, ол жаман бала болғанымен мен ондай емеспін ғой. Мен онымен бірге ойнамаймын, мен жай ғана жанында тұрамын деп. Жоқ, қашан бала осылай деп сізге айтса, сіз біліңіз, расында олай емес. Адам бірге болған адамның ісін істейді. Ендеше достарын, егер оның достарын дұрыстайтын болсақ, бала өздігінен жақсы сақталады. Мектеп оқып жүргенімде мен өзімнің басынан өткен бір оқиғамды айтып жатырмын. Үлкен ағам сол мектепте мұғалім еді. Бірде ол маған, егер сен менің бір қалауымды орындайтын болсаң, сенің барлық қалауыңды орындаймын деді. Соны қалайсың ба деді. Сонда мен, иә, ол қандай екен деп сұрадым. Онда ағам, сен мен айтқан адамдармен ғана достасасың, сонда сен не қаласаң соның барлығын алып беремін деді. Ол кезде мен 5-6 сынып оқушысы едім. Оның себебін сол кезде терең түсіне алған жоқпын. Бірақ мен үндемей қоя салдым ағам болған соң. Сөйтіп, ағам маған өте көп мейірімін төкті. Қалағанымның барлығын алып берді. Қандай көйлек қаласам, киім қаласам, мороженое қаласам, ойыншық қаласам, барлығын алып беруші еді. Бірақ дос мәселесінде өте қатал еді. Сыныпты қарап зерттеп, 5-6 ең оқымысты әдепті балаларды айтып, осылардың қайсысымен қаласаң сонымен достас дейтін. Сыныпта сол кезде 30-40-қа жуық бала бар еді. Бірақ олардың ішінен тек 5-6-аумен ғана сөйлесуге, араласуға рұқсат болды. Қалғандармен мүлде араласа алмадым. Егер кейде бір сөйлесіп қалғанымды көрсе, шапалақпен бір қоятын, тартып жіберетін. Тіпті егер 5 намазын осы балалардың жанында оқығаныңды көріп қалсам, таяқ жейсін деп айтушы еді. Сөйтіп мен көбіне
осы сөздеріне таң қалушы едім. Және анама келіп шағымданып, ағам маған жаңағы мені қатты қинап жатыр деп айтқанымда, ағам анашыма, анашым, егер менің бір қалауым орындалса, оның барлық қалауын орындаймын деп айтатын. Сол кезде оның осы қатыгездігін түсіне алмаушы едім. Ол тыйым салған балалар өздерінің бұзықтықтарын, әңгімелерін, өтірік ертегілерін айтып беруші еді, сөздері қызық болушы еді. Солармен сөйлесуді қалап тұрушы едім. Бірақ ағам рұқсат бермейтін. Сол мәжбүрліктен олардан алыс жүрдім. Және балалықпен оның себебін түсіне алмадым. Бірақ сосын ұлғайғанда ақиқат ашылды. Ол тыйым салған барлық балалар оқудан өте алмай құлап қалды. Емтихандардан өте алмады. Құлықта озатын еді, оқуда құлайтын еді. Кейіннен біреуі ташкы сүйрейтін, тағы біреуі ұсақ түйек заттар сататын жолдың бойында. Қысқасы, осы деңгейдегі адамдар болып шықты. Ал мені араластырған 5-6 баланың біреуі бүгін қарасам әскерде генерал, тағы да біреуі бір фирмада бастық, тағы біреуі іс басқарушы. Енді соларды көріп түсініп жатырмын. Ағам сондай балалармен араластырмай, маған қандай керемет жақсылық көрсеткенін. Сол үшін мен ағам үшін бір күн қалдырмай, күнде күнәларының кешірілуін және дәрежесінің биік болуын Алладан сұрап отырамын. Осылайша ата-аналар балаларын жақсылармен араластырып достастыру керек және жаман балалардан өзінің баласын аулақ ұстау керек екен. 12-ші соңғы пункт — балаларға әдеп үйрету. Яғни әке-шешемен, ұстазбен, үлкендермен, ғалымдармен, тағы да басқа қалай қарым-қатынас жасау керек екендігін үйрету керек. Парсы ғалымдарының бір сөзі бар: бә әдәп, бә насип, бе әдәп, бе насип деген. Яғни әдепті адам несібелі болады, әдепсіз адам несібесіз болады деген. Қай балада әдеп болса, оның тұлғалық қасиеті көркейе түседі. Бірде бір кісі маған оқиғасын айтып берді. Ол біреудің үйіне қонаққа барса, сол үйде 9-10 жасар бала бар екен. Үйдегілер жаңағы балаға: сен үйде боласың, біз күндіз жұмысқа кетеміз, осы ағаңа тамағын алып бер, қызметін жаса деп оған міндеттеп қойды. Сөйтіп ол бала тамағын уақытында әкелетін, суын беретін, дастархан жаятын. Мына кісі өте таң қалды. Тіпті ыдыстарды алғанда тықырлатқан дауыс та шықпайтын. Жуынамын десе жылы су дайындап беретін. Киінемін десе барлық киімін үтіктеп беретін. Киініп шықса тамағы дайын. Қонақ өте таң қалды. Осы жаста ата-анасы осынша әдеп ұқыптылықты қалайша үйретті екен деп. Сөйтіп баладан оның себебін сұрайын десе, ол бала шаруасын бітіреді де қарап тұрмай дереу шығып кетеді екен, тоқтап тұрмайды екен. Бір күні сұрап аламын деп, қалай болса да тоқтатып оны сұрап аламын деп ойлады. Бала келіп тамағын беріп кетейін деген кезде әңгімені бастағысы келіп: балам, сен ең үлкенсің ба деп сұрады. Өйткені үйде басқа да балалар бар еді. Сонда бала сұрақты естіп кішкене ұялып артқа шегінді де: ағатай, расын айтсам, Алла ең үлкен, балалардың ішінде менің жасым үлкен деді. Ол жаңағы қонақ айтады: баланың осы сөзі менің жүрегімді баурып алды дейді. Мен асығып сен үлкенсің ба деп сұрай қалып едім, бірақ баланың перцепциясы, яғни сөзді қабылдау психикасын қараңыз. Жауаптағы тонкөз Алла, жауабын қараңыз. Алла ең үлкен, балалардың жасы үлкені менмін деп айтып жатыр. Хадисте де бар: Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анхудың жасы сүйікті пайғамбарымыздан 2 жас кіші, тағы да бір риуаятта 2 жас үлкен деп те айтылған екен. Сол үлкен деген риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: сен менен үлкенсің ба деп сұрайды. Сонда Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху: анта а'заму ва акбар ва ана асанну деп жауап қатады. Яғни: ей Алланың елшісі, сіздің дәрежеңіз, мәртебеңіз өте жоғары, өте үлкен, бірақ мен сізден бұрын туылғанмын, менің жасым үлкен деп жауап берді. Сондықтан Аллах тағала балаларымызды несібелі, әдепті етсін. Осының барлығына амал етуге баршамызға тауфиқ берсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.